Алла Тағала мақтау мадақтар болсын, пайғамбарымызға салауаттар болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Біз кезекті сұрақтарымызға жауап беруді ары қарай жалғастырамыз. Таяммум дегеніміздің тілдік мағынасы ниет ету дегенді білдіреді. Ал шариғаттағы мағынасы бой дәретсіздіктен және кіші дәретсіздіктен және де су болмаған кезде, немесе суды қолдану мүмкін болмаған кезде жер жынысына арнайы ниет ету болып табылады. Құран кәрімде Ниса сүресінің 43-ші аятында былай деп келеді: егер сырқат болсаңдар, немесе сапарда болсаңдар, болмаса түзге барып келгеннен соң, және де ерлі зайыпты қарым-қатынастан кейін су таба алмасаңдар, жүздеріңді және екі қолдарыңды жер жынысына таяммум қылыңдар деген аяты осыған дәлел болып табылады. Одан бөлек пайғамбарымыздан, оған Алла Тағаланың игілігі сәлем болсын, келетін хадисте бір сахаби бой дәрет алуыма су таба алмай жатырмын деген кезде пайғамбарымыз оған Аллахтың игілігі сәлем болсын, саған жүзіңді және екі қолыңды бір-бірден ұру жеткілікті деп айтқан.